Бүгін көретіндеріңіз, ЧВК Вагнердің басшысы Пригожиннің өлімінен кейін Путин ұшаққа отырудан қорқып қалған сияқты. Сол себепті Қазақстанға Владимир Владимировичтің двойнигі келетін болыпты. Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев иелік ететін зауыт ресейлік олигархтардың меншігіне өтпек. С Тимуром Аскаровичем мы знакомы уже в течение 10 лет. Именно вместе с ним были положены существующие вот такие базовые принципы соглашения по сотрудничеству. Алаяқтардың құрбаны болып, әділдікке жете алмаған әжеміз Шымкент қаласының прокуратурасында өзін-өзі өртемек болды. Астанада өткен тәжіктердің жәрмеңкесіндегі жағдай жабайылық па, әлде аштық па? Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Жан Ахмадиев. Кешеден бері Астанада өткен жәрмеңкедегі жағдай әлеуметтік желілерде кәдімгідей хит болды. Көріп жатқан шығарсыздар. Иә, көрмеге қойылған жеміс жидектерді талан-таражға салып, тасып жатқан қазағымды көбісі сынығы шыққанша сынап, өсектеп мәз. Ой-бой, түк көрмегендер, жабайлар, не болды соншама, үйлерінде тамақ жоқ па деген сияқты пікірлерді көп оқыдым. Осы сөздерді жазған жабайы еместерге айтарым. Иә, үйлерінде тамақ жоқ. Жұрттың басым бөлігі қазір аш жүр. Жасыратын несі бар? Елдің бәрі сендер сияқты шалқып отырған жоқ. Сенбейсіңдер ме? Онда Алматыдағы барахолканың төмен жағына түсіп, тәшкі сүйреп жүрген қазақтарды көріп қайтыңдар. Тек қазақтың балалары тәшкі сүйрейді базарларда. Тек қазақтар еш үмітсіз атырады азандарды. Сасып қоған бөлтірікпен бөрілерден тазармады. Тек қазақтар не істеп қазақ мазаңдалды. Ауыз менікі екен деп құса беруді қою керек қой. Қазағым қазір қаңғып жүр. Билікке сенім жоқ, ертеңге үміт жоқ. Не істесін енді? Айта берсем мысал көп. Соның бірі Шымкент қалалық прокуратурасының ішінде болған мына бір жағдай. Өзін-өзі өртемек болған әжеміз кезінде алаяқтардың құрбаны болып, алданып қалған. 1,5 жыл бойы шара қолданбаған құқық қорғау органына ашынған әжеміз осындай әрекетке баруға мәжбүр болыпты. Ашынған қазақтың ашуы жаман. Бұлай жалғаса берсе, халықтың да шыдамы таусылады. Ал қазақты осындай халге жеткізген кім? Ол әрине Назарбаев пен Тоқаев. Байқайсыздар ма? Диктаторлар өз халқын үнемі аш күйде ұстайды. Неге? Себебі аш адамды басқару оңай. Мысалға сіздің басыңызда ипотекаңыз бар, 2 кредитіңіз бар. Осы қарыздардан құтылу сіздің өмірлік мақсатыңызға айналады. Несиесін төлей алмай басы қатып жүрген қазақ саясатқа қызықсын ба? Аралассын ба? Әрине жоқ. Бұл біздің билікке тиімді. Ойлаған боқтарын езіп, бюджетті еш уайымсыз өзара бөліп отыра береді. Сіздерге тағы бір мысал айтайын. Циркте жануарларды оңай бағындыру үшін бірнеше айлап тамақ бермейді.
сахнаға шыққанда бір уыс нан беріп қойсаң, әлгі арыстан аюлар айтқаныңызды қалт етпей орындайды. Міне, біз де осы цирктегі жануар сияқтымыз. Бұл мен айтпасам да зерттелген және дәлелденген қағида. Сондықтан жәрмеңкедегі қазақтарды мәдениетсіз деп сынау тым артық. Алсын, жесін, онда тұрған не бар? 2 күннен кейін онсыз да шіріп кетеді ғой. Жаңағы көкөністер далада сән үшін тұрғанша, бір қазақтың үйінде тамақ болсын. Сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті көрермен? Тәжіктердің жәрмеңкесіндегі жағдай жабайылық па, әлде аштық па? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен оқимын. Ол былай тұрсын, Астананың әкімі Жеңіс Қасымбек қазақтардың мәдениеті төмен депті. Осы әкімге айтарым, өзің аш болсаң көрер едім. Мәдениет тұрмақ ұятты да ұмытасың ғой. Аш бала тоқ баламен ойнамайды демекші. Ақша жегенде алдарыңа жан салмайсыңдар, вагондап асап жатырсыңдар. Сонда сендердің миллиардтап жегендерің мәдениетті екен да? 2 килограмм помидор алған қазақ мәдениетсіз болып қалды ма? Сатып біттіңдер ғой, онсыз да қазаққа ғана тиесілі байлықтың бәрін. Бұлай деп отырғаным, еліміздегі стратегиялық нысандар біртіндеп ресейлік бизнесмендердің қарамағына өтуде. Мен мұны қауіпті тенденция деп есептеймін. Себебі Путиннің пулына кіретін олигархтар уақыт өте жаңа Қазақстанның экономикалық саясатына ықпал ете бастайды. Көресіздер ғой. Мәселен, ресейлік Еврохим Жамбыл облысында минералды тыңайтқыш өндіретін завод салмақшы. Жобаға батыстың санкциясына ілінген ресейлік миллиардер Андрей Мельниченко басшылық етеді екен. Тоқаев пен олигархтың арасындағы келісім шарт Мельниченко санкцияға ұшырамай тұрып жасалған. Ресейлік Еврохим жобасына жалпы құны $1 миллиард инвестиция құюға уәде етіп отыр. Бұдан бөлек Шу, Мойынқұм, Сарысу ауданындағы елді мекендерге газ тарататын станциялардың құрылысы да Еврохимнің мойнында. Кешеннің қабырғасын қалап алғасын Мельниченко Қаратаудың қойнауын қопара бастайды. Таудың түбінен алынатын фосфор, азот, калий секілді қазба байлығымыз қазақстандықтарға бұйыра ма, жоқ па? Мәселе сонда. Оны қойшы, болашақта еліміздегі аммиак өндіретін жалғыз зауыт Казазот та ресейлік олигархтың меншігіне беріледі екен. Селитра өндіретін кәсіпорынға бұған дейін Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Ахметжан Есімовтің туған туыстары елік еткен. Қаңтар қырғынынан кейін әулет өкілдері Қазақстандағы активтерін апыл-ғұпыл сата бастаған. Ал сіз бен біз секілді қарапайым халықта бір қолдан бір қолға өтіп жатқан стратегиялық нысандардың қызығын көру бұйырмайтын сияқты. С Тимуром Оскаровичем мы знакомы уже в течение 10 лет. Именно вместе с ним были положены существующие вот такие базовые принципы соглашения по сотрудничеству. Осы мәселелерді шешу үшін Қазақстанға Путин келейін деп жатыр. Кремль көсемінің Валдайдағы резиденциясына жете бере апат болған Пригожиннің өлімі Путиннің Қазақстанға деген сапарына өзгеріс енгізіпті. Бізге белгілі болғандай, әуелде Астанаға Владимир Владимировичтің оригинал варианты, яғни нақ өзі келеді деп күтілген. Ата жауының көзін жойған Шойгу мен Герасимовтың сәтті операциясынан кейін онсыз да ұшаққа отырудан өлердей қорқатын Путиннің паранойясы тіпті асқына түскен сияқты. Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. А реалии вы сейчас, в общем, достаточно образно и в присущей вам блестящей манере описали. Нагнали на нас определенного страху. Но, повторяю еще раз,
я бы не стал ничего бояться. Но мы трезво должны оценивать ситуацию. Вагнер жетекшісінің өлімі қасапшылардың Кремльге деген сеніміне сызат түсірген. Пригожиннің соңында күні кеше «На Москву» деп ұрандатқан 10 мың әскер қалды. Путинге тісін қайрап жүрген вагнерліктер Кремль көсемі мінген ұшақты қағып түсіруі ғажап емес. Сол себепті Қазақстанға Владимир Владимировичтің егізін жіберу туралы шешім қабылданған. Оның двойнигі бар екенін Путиннің ежелгі дұшпандары талайдан бері айтып жүр. Мәселен, күні кеше өткен БРИКС саммитінде Ресей президентінің сыңары сөз сөйлеген. Оған жүктелген міндет ауыр емес еді. Иегінің астындағы 1,5 беттік мәтінді судыратып оқып шықса жеткілікті болатын. Алайда саммиттің 55-ші минутында президенттің образын сомдап отырған двойник уақытқа қараймын деп сол қолына үңіледі. Бірақ сағаты жоқ. Сол кезде ғана оригинал Путиннің сағаты үнемі оң қолында тұратынын еске түсіреді. Мұқият қараңыздаршы. Независимость в сфере цифрового проектирования, испытаний, самого производства. Все так или иначе принимают участие в этой огромной масштабной работе. Наша цель сегодня – это подвести некоторые итоги. Саммиттің соңына таман оң қолындағы сағатты сол қолына ауыстырғысы келген двойник наушниктің арғы жағындағы кураторынан сөз естіп, сағатты қолымен көлегейлеуге мәжбүр болды. Біз білетін Путин соңғы 20 жылда сағатты тек оң қолына тағып келеді. БРИКС саммитінен бөлек Курск шайқасының 80 жылдығында тағы сол дублер сөз сөйлеген. Даусына мән беріп қараңыздаршы. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета БРИКС, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран пятерки, действительно играет большую практическую роль. Осыдан-ақ Путиннің көпшілік жерге барудан қаймығатынын байқауға болады. Сіздерге бір қызық айтайын. Украинаға соғыс ашқалы бері Путин ұшаққа отыруды қойыпты. Өзіне арнап сауытынан оқ өтпейтін бірнеше вагон жасатқан. Валдайдағы резиденциясына тек сонымен қатынайтын көрінеді. Пойызға тек президент Путин мен премьер Мишустин ғана кіре алады екен. Арасында бұл жерге соңғы кезде араққа салынып жүрген Медведев те бас сұғып тұратын көрінеді. Ал Мәскеу мен Астананың арасы 3 күн. Мұндай мерзімге жасы 70-тен асқан Владимир Владимировичтің жүрегі шыдамауы мүмкін. Ең тиімдісі двойнигін жібере салу. Еске сала кетейін, Путиннің Қазақстанға сапары күзге жоспарланып отыр. Сіздерден сұрайыншы, біздің өзіміздің Назарбаев пен Тоқаевтың осындай двойниктері бар ма, әлде жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқимын. Егер бүгінгі шығарылым ұнаса, лайк басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Жарай ма? Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Қасқыр мінез қазағым. Келесіде кездескенше.